Бұл көне заманнан бері келе жатқан бір мерездің бір түрі, яғни біздің ислам дінінде, шариғатымызда да бұл жемқорлықтың үкімі харам болып табылады, яғни үзілді кесілді тыйым салынған болып. Бұл турасында Құранда Алла Тағала айтып жатыр: өтірікке құлақ салушылар, арам жеушілер, ей Мұхаммед, сен оларға араларына дұрыс тура үкім бер, болмаса олардан жүзіңді бұр дейді. Яғни сен оларға жүзіңді бұратын болсаң, олардан ешбір зиян саған келмейді. Және үкім беретін болсаң, туралығында үкім берді. Шексіз Алла Тағала турашылдарды жақсы көреді деп Құранда Алла Тағала айтып тұр. Бұл адам өзінің жеке басы үшін, өзінің ісі үшін, бірдеңе өзінің жеке мүддесін бітіру үшін біреуге сыйлық беру, бұл сол сыйлыққа жығу, ол сол жемқорлықтың түрі болып табылады. Және осы турасында пайғамбарымыз өз хадисінде лауазымдық тұлғадағы адамға берілген сыйлық бұл арам жолмен табылған жалақы деп табылады. Сол секілді тағы бір хадисінде үш төреші бидің екеуі тозақта, біреуі жәннатта деген. Яғни өзінің пайдасы үшін, өзінің мүддесі үшін үкім шығарған, болмаса білімсіздікпен үкім шығарған қазы ол тозақта болады. Яғни тура әділ үкім шығарған қазы жәннатта болады деген. Бұдан да міне көреміз пайғамбарымыз хадистерінен де. Бұл әрбір қызметтегі тұлғаға берілген сыйлық, қызметін асыра пайдалану, өз мүддесіне пайдалану, және мынау қазылар үкім шығарғанда дұрыс емес үкім, әділет үкім шығарудың барлығы осы жемқорлықтың түріне жатады. Ал біздің дінімізде жоғарыда айтқанымыздай бұндай істер жек көрінішті, Алланың сүймейтін харам болған істерден болып табылады.